Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен түрік десертін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызды миксерлеп аламыз, содан соң үстінен қант саламыз. Тағы да 1 рет миксерлеп алып, үстінен сұйық май құямыз. Тағы да миксерлейміз, одан соң үстінен сүт құямыз. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз, содан соң құрғақ қоспаларымызды дайындаймыз. Оның үстіне қопсытқыш, одан соң какао ұнтағын саламыз. Барлығын араластырып, міндетті түрде електен елеп салатын боламыз. Мінекей біз ұнымызды салып болдық, енді барлығын миксермен осылай біздің қамырымызды дайындап аламыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай дайын болып шықты. Енді формамыздың ішіне салатын боламыз. Мен ішін осылай маймен сүртіп шықтым, жабысып қалмау үшін. 180 градуста 25-30 минут көлемінде пісіріп алдым. Піскен бисквитімізді осылай таяқшалармен тесіп шығамыз. Үстінен пропитка дайындаймыз. Сүттің үстінен сгущенка салып, араластырып, біздің бисквиттің үстіне құйып шығамыз. Одан соң біздің дайын кремді үстінен салып, барлығын тегістеп аламыз. Достар, бұл кремнің рецепті менің алдыңғы видеомда бар, сілтемесін қалдырып кететін боламын. Мінекей біздің десертіміз дайын болды. Енді үстінен әсемдеу үшін осылай какао ұнтағын сеуіп шығамыз. Біздің десертіміз дайын болды. Енді тоңазытқышқа 2 немесе 3 сағатқа қалдырамыз. Мінекей дайын, қараңыздар, қазір мен сіздерге десертімізді кесіп көрсететін боламын. Десертіміз өте жұмсақ, нәзік болып шығыпты, қараңыздар. Қайнатпалы креммен өте үйлесімді десерт болып табылады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі видеода мен сіздермен 15 минутта дайын болатын түскі астың рецептімен бөлісетін боламын.